Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен жұмысшысы бар, доходы бар ИП үшін 910 форманы кабинет налогоплательщика сайтында тапсыратын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен форма налоговой отчетности бөліміндегі настройка списка форма бөлімін басатын боламыз. Және де осы бөлімдегі 2024 жылды таңдаймыз. Төмен қарай түсіп, ондағы 910 форманы упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса. Осы отчет түрін таңдайтын боламыз. Бізде осы таңдағаннан кейін осындай бет шығады. Біз бүгін ИП-ны жұмысшымен тапсыратын болғандықтан осы 910 форманы ИП-ның өзі үшін және бірінші приложениені работниктер, жұмысшылардың жаңағы зарплаталары, отчислениялары бойынша осы бірінші приложениені тапсыратын боламыз. 2024 екінші полугодие бойынша, сондықтан мына жерде полугодие 2 дейміз. Бұл ИП бізде ешқандай бухгалтерский учет жүргізбейді. Бізде бұл очередная декларациясы резидент Республики Казахстан. Келесі бізде бұл ИП-да екінші полугодие бойынша 15 миллион доход болған. 15 миллионның барлығы бізде ИП-ның өзінің счетына түскен. Сондықтан мына жерде безналичный расчет деген жерге осы счетқа ИП-ның счетына түскен ақшаның барлығын жазатын боламыз. Бұл жерде міндетті түрде наличныйды көрсету деген жоқ. Сондықтан тек ИП-ның счетына түскен ақшаны көрсетесіздер. Бұл ИП бізде трехкомпонентный системаны қолданбайды және де ешқандай электронный торговая площадкадан табыс таппайды, сондықтан бұл жерлерін толтырмаймыз. Келесі біздің толтыруымыз керек. Бұл ИП-да жұмысшы бар болғандықтан бізде среднесписочная численность работник в том числе деген жерге толтыруымыз қажет болады. Мысалы, бұл ИП-да екінші полугодияның басынан бастап, яғни шілде мен желтоқсан айларының аралығында 2 жұмысшы болған, сондықтан 2 жұмысшы деп жазатын боламыз. Жалпы бұл жерде барлық 6 айдағы жұмысшылардың санын қосып 6-ға бөлеміз. Сол кезде бізде орташа жұмысшылардың орташа саны шығатын болады. Жұмысшылардың ішінде ешқандай пенсионер, инвалидности бар жұмысшылар жоқ, сондықтан бұл жерде толтырмаймыз. Енді келесі біздің толтыруымыз керек. Среднемесячная заработная плата за одного работника. Енді бұл жерде біз Жазира ханымның авторасчетін, Excel-дегі авторасчетін мен қолданамын. Так, менде 2 жұмысшы. Бірінші жұмысшы 150 мың теңге айына және екінші жұмысшы 85 мың теңге айына алады. Жалпы 2 жұмысшының әрбір ай сайын алатын зарплатасы 235 мың теңгеге тең болады. Бұл жерде бұл орташа айлықты қалай бір жұмысшыға есептейміз. Яғни бұл жерде біз осы 235 мың теңгені 6 айға көбейтеміз және одан шыққан сумманы 6-ға бөлеміз. Одан кейін сол шыққан сумманы жұмысшылардың санына бөлетін боламыз. Сонда бізде 117.500 теңге шығады екен. Және осы жерге біз жаңағы сумманы жазатын боламыз. Келесі бізде толтыруымыз керек. Бұл жерде жаңағы ИП-да болған доходтан кейін, доходын жазғаннан кейін, общий доход жазғаннан кейін бізде мына жерде корректировка жасауға болатын сумманы жазаламыз. Салық кодексінің 687 бабына сәйкес, егер ИП-да бір жұмысшыға айына
23 мрп-ден асатын айлық зарплата болатын болса, онда корректировка қолдануға болады. Яғни бұл жерде корректировканы қалай қолданамыз және бұл қалай есептеледі? Корректировка 23 мрп-ні, яғни 23-ті көбейтеміз 2024 жылдың көрсеткіші бойынша бізде МРП 3692 теңгеге тең болатын. Сондықтан 23-ті көбейтеміз осы 3692 теңгеге. Бізде общий 84916 теңге шықты. Яғни бізде бұл жерде жаңағы среднемесячная зарплата на одного работника бізде 117 500 теңге шыққандықтан біз корректировка қолдана аламыз, яғни 23 мрп-дан асып тұр. Бұл жерде біз корректировканы қалай есептейміз? Бізде 15 миллион доходқа қарап тұрсаңыздар, мына жерде авторасчетпен 450 мың теңге налог шығарып беріп тұр. Сол 450 мың теңгені біз 3%-ке көбейтіп, яғни 3%-ке налогты азайта аламыз. Получается, 450 мың теңгені 3%-ке көбейткен кезде бізде 13 500 теңге шығып тұр. Яғни біз 50 мыңды екіге бөліп тастаған кезде 225 мыңнан ИПН және социальный налог төлеуіміз керек. Бұл жерде қазір корректировка жасағаннан кейін бізде қарасаңыздар, ИПН мен социальный налогтың суммасы азайды. Так, енді бізде ИП әрбір айға минималды төлемдерді төлеген болатын. Егер сол белгілі бір айда ИП-ның өзінде доход болмаса, мысалы, сіз төлемесеңіз, онда ол айды бұл жерге жазбаймыз. Соны ұмытып кетпеңіздер. Так, бұл жерді толтырдық. Енді мен қазір екінші бетке ауысатын боламын. Так, бізде социальный отчисление 2975 теңге авторасчетпен шықты. Енді біз келесі мына жерде пенсионканы көрсететін боламыз. Келесі ол бізде обязательно пенсионный взносы работодателя. Шатаспасаңыздар, осы 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап бізде осы жаңа отчисление қосылған болатын. Төлем түрі минималды зарплатадан 1275 теңге ОПВР-ге төлейміз. Және келесі ол бізде медстраховка өзгермейтін сумма, ИП-ның иесі үшін 5950 теңге. Енді төмен қарай келесі жұмысшылардың мәліметтері бойынша осы бөлімді толтыратын боламыз. Ол начисленные доходы. Жаңа таблицаға барамыз. Видеоның басында айтып кеткендей, екі жұмысшы бар дедік. Бір жұмысшы 150 мың теңге, екінші жұмысшыға 85 мың теңге төленеді. Ай сайын екі жұмысшыға 235 мың теңге төленеді екен. Екі жұмысшыға 6 айда бізде 1 410 мың теңге. Доходы работников деген жерге осы мына 6 айдағы екі жұмысшының общий доходын жазатын боламыз. Дивиденды бізде 0, выигрыш 0, вознаграждение 0, және КПХ бойынша тоже 0 дейміз. Үшінші бетке на жердегі раздел исчисления единого платежа с доходов работника. Бұл
бетті сіздер толтырмайсыздар, сондықтан бұл бөлімнен өтіп кетсеңіздер болады. Бірден келесі бөлімге ауысамыз. ИПН туралы мағлұматтар толтыру қажет болады. Бұл жерде кестеге қайта ораламыз. Бізде бірінші работник бойынша ИПН 8031 теңге және екінші работник бойынша 231 теңге төленген. Әрбір айға получается 8262 теңге төленіп отырған. Сол 8262 теңгені әрбір айға көрсететін боламыз. Келесі мына жерде егер де ИП-ңызда шетел азаматтары болатын болса, толтырасыздар. Біздің ИП-да жоқ, сондықтан толтырмаймыз. Сумма социальных отчислений к уплате деп тұр. Так, социальное отчисление бізде 7700 теңге. Бірінші жұмысшы бойынша 4725 теңге және екінші жұмысшы бойынша минималды сума 2975 теңге. Екеуін қосқан кезде бізде 7700 теңге ай сайын төленіп отырған, сондықтан сол сумманы көрсететін боламыз. Келесі бізде сумма обязательных пенсионных взносов. Так, ОПВ. Бірінші жұмысшы бойынша 15.000 теңге және екінші жұмысшы бойынша 8500 теңге. Екеуін қосқан кезде 23500 теңге ай сайын төленіп отырған екі жұмысшыға. Және соңғысы бізде ОПВ бойынша екі жұмысшыға 3525 теңге. Так, бұл үшінші бетті толтырып болғаннан кейін төртінші бетке өтетін боламыз. Бұл жерде біздің толтыруымыз керек медстраховка, яғни ОСМС пен ВОСМС-тың екеуісінің қосындысын мына жерге жазатын боламыз. Ал мына жерде бізде сумма обязательных профессиональных пенсионных взносов бізде жоқ, біз төлемейміз, сондықтан бұл жерді толтырмаймыз. Бірденен осы жаңағы ОСМС пен ВОСМС-тың қосындысын суммасын жазатын боламыз. Бірінші және екінші жұмысшының қосындысы бұл жерде ОСМС пен ВОСМС-ның 11750 теңге құрайды екен. Соны әрбір айға жазып шығатын боламыз. Келесі бізде ИП по месту нахождения ИП бізде Ақтау қаласында және место жительства бойынша тоже Ақтау қаласында. Сондықтан біз Ақтау қаласының код органа государственных доходов жазатын боламыз. Ол бізде 4306 және место жительства бойынша тоже 4306. Жерде ескере кететін бір жайт, сіздер ИПН-ді мысалы ауылдық жерде ИП орналасқан болатын болса, онда осы жерде бейінін таңдап міндетті түрде жазуымыз керек болады. Және қазір бірінші бетте мен бір жерді упускать етіп кетіппін. Міндетті түрде представленные приложения деген жерге жұмысшымен болғандықтан біз бірінші приложениені таңдауымыз керек. Бірді осы жерде птичка қойып қойыңыздар таңдап. И бірденнен осы бірінші
приложениенің бірінші бетіне өтетін боламыз. Бұл жерде әрбір жұмысшының, яғни даналарын, мына жерде міне таблицадан қарасаңыздар, приложение 1 к декларации деп тұр. Осы даналарды толтыратын боламыз. Мына жерге біз жұмысшының аты жөнін қоятын боламыз. Мына ин деген жерге міндетті түрде осы жұмысшылардың индерін жазамыз. Мен просто қазір сіздерге видеода көрсетіп жатқандықтан бұл кісілердің индарын жазбаймын. Және статус физического лица, ол бізде ИП-да жұмысшы болғандықтан бірді таңдайтын боламыз. Бұл жұмысшы дегенді білдіреді. Келесі мына жерде категория. Егер де жұмысшылардың ішінде жаңағыдай инвалидность бар болатын болса, пенсионер болатын болса, осы жерде категориясы бойынша тоже толтырып кетесіздер. Келесі ол бізде начислено доходов. Бұл жерге біз алты айдағы бірінші жұмысшы бойынша 150 мың теңгеден, ол бірінші жұмысшы 6 айда 900 мың теңге алған, және екінші жұмысшы 510 мың теңге алған. Бұл жерде сол 6 айдағы общий алған зарплатасының суммасын жазатын боламыз. Бірінші жұмысшы бізде 900 мың теңге, және екінші жұмысшы бізде 510 мың теңгені құрайды екен. Келесі бетке өтеміз. Мына жерде, егер де сіздер доходы не подлежащие налогообложению дейді, корректировка қолданатын басқа да түрлері болатын болса, налогтың, онда осы жерде толтырасыздар. Біздің жағдайда біз толтырмаймыз. Сумма обязательных пенсионных взносов, исчисленных с начисленных доходов. Пенсионка бойынша біз 6 айдағы исчислениені жазатын боламыз. 15 мың теңгеден бірінші работникке ай сайын құйылып отырған, және екінші работникке 8500 теңгеден құйылып отырған. 6 айдағы бірінші работник бойынша 90 мың теңге, және екінші работник бойынша 51 мың теңге құйылған екен. 90 мың теңге және 51 мың теңгені осы жерде көрсететін боламыз. Сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование исчисленных с начисленных доходов. Медстраховка бойынша 8 бойынша бірінші работникке 18 мың, және екінші работникке 10.200 теңге 6 айға төленген. 18 мың, және екінші работник бойынша 10.200. Келесі бетке стандартные налоговые вычеты. Бұл жерде біз 14 МРП вычетті қолданатын болғандықтан, осы біріншіні таңдаймыз. Және екіншісіне тоже. Сумма стандартных налоговых вычетов кестеге ораламыз. Және мына жерде кесте бойынша стандартный вычет бізде 14 МРП, 14-ті көбейтеміз 3692-ке, сонда бізде 51688 теңге шығады екен корректировка суммасы. Так, бізде мына жерде стандартный вычет 103.376 теңге. 103.376 теңге.
прочие налоговые вычеты деген жерде, егер де сіз жұмысшыларыңызға мысалы ипотека бойынша жаңағыдай ақылы медициналық вычет қолданатын болсаңыздар, вот осы жерден таңдасаңыздар болады. Біздің жағдайда біз қолданбаймыз, сондықтан бірденнен келесі бетке өтетін боламыз. Индивидуально подоходный налог исчисленный начисленных доходов. Так, бұл жерде біз ИПМ бойынша бірінші работникте 48.187 теңге, 48.187 теңге, және екінші работник бойынша 1387 теңге. Бізде келесі сумма задолженности за отчетный период бізде ешқандай задолженности жоқ, сондықтан 0 дейміз. Выплачено доходов на руки бізде работник қанша теңге алды, 6 ай бойы соның суммасын жазатын боламыз. Яғни бұл жерде бірінші работник әрбір айға 123.969 теңгеден 6 ай бойы 743.813 теңге алған екен. Және екінші работник 74.569 теңгеден 447.413 теңге алған. Келесі бізде ИПН бойынша мына жердегі 48.000, бірінші работник бойынша 48.187 теңгені тағы да жазамыз, және екінші работник бойынша 1387 теңгені жазамыз. Келесі 5-ші бетке өтетін боламыз. Бұл жерде сумма обязательных пенсионных взносов. ОПО бойынша жаңағыдай 90.000 теңге және 51.000 теңгені қайта жазатын боламыз. Жерде медстраховка 8 бойынша тағы да жазып шығамыз. 18.000 және 10.200. Социальное отчисление бойынша келесі социальное отчисление бойынша ол бізде 6 айға бірінші работник 28.350 теңге. Және екінші работник 17.850 теңге 6 айға. Келесі ол бізде сумма обязательных профессиональных пенсионных взносов бізде жоқ, сондықтан ол жерді толтырмаймыз. Бірденен 6-шы бетке өтеміз. ОСМС бойынша 6 айдағы бірінші работникте 27.000 теңге және екінші работникте 15.300 теңге. Келесі біз толтыратынымыз бұл жерде сумма обязательных пенсионных взносов работодателя 6 айдағы ОПГР бойынша бірінші работникте 13.500 және екінші работник бойынша бізде 7.650 теңге. Бізде барлық работник бойынша барлық данныйлар толтырылды. Мына жерде проверить заполнение батырмасын басып, тексеріп аласыздар. Егер де бір қателіктер болатын болса, мына жерде сіздерге ошибка, обнаружены ошибки заполнения формы деп шығарып береді. Төменге қарай түсіп, мына жерде ошибки бөлімінен қарай аласыздар.
Барлығы егер де дұрыс болатын болса, мына жерде отправить в ОГД батырмасын басып, СЦП-ларыңызды таңдап, ОГД-ға жіберетін боласыздар. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Сондықтан лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий жазып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде комментарийларды оқимын және жауап беремін. Ал егер де жеке сұрақтарыңыз болатын болса, менің WhatsApp нөміріме шықсаңыздар болады. Кездескенше сау болыңыздар.